Бәріне сәлем. Бұл сабақ гитараны енді қолына алып үйреніп жатқан адамдарға арналады. Біз бұл сабақта гитараны енді үйреніп бастаған кездегі бірнеше мәселелерді қарайтын боламыз. Бірінші мәселе бұл дұрыс отыру. Көбісінің жасайтын қателігі мына бір аяқтың үстіне екіншісін қойып, осылай отырады. Егер бұлай ұзақ отырсаңыз, мына бел омыртқаға кесірі тиіп, бел ауруы ерте басталады. Сондықтан олай отыруға кеңес бермеймін. Мен сіздерге екі тәсілін көрсетемін. Біріншісі бұл жай осылай отырасында. Мына аяқ, оң аяқты кішкене биік қоямыз. Табанның астына бір подставка немесе бір коробка, орындық бір нәрсе қойып, биік ұстап, екіншісі төмен тұрады жерде. Вот осылай. Екіншісі бұл малдас құрып отыру. Аяқты былай қоямыз. Және осылай отырамыз. Сол кезде арқамыз да бәрі де тегіс болады. Бұл екінші тәсіл. Келесі мәселе бұл оң қол мен сол қолдың қойылымы. Біз гитара ойнаған кезде мына гитараны оң қолмен ұстап отырамыз. Яғни біз сол қолмен былай тартып отырмаймыз, бос ұстаймыз, оң қолмен осылай өзімізге тартып ұстап отырамыз. Ал сол қол еркін жүру керек, былай қысып, былай ұстамау керек. Мынау қате, былай ұстаған. Яғни міне былай осылай жүреді. Енді оң қолмен қалай ойнаймыз? Оң қолмен ойнаған кезде біздер мына бәрі бос болады. Тек қана білек жұмыс жасайды. Бочка ұрған кезде де, малый барабан ұрған кезде де, барлық кезде білек қана жұмыс жасайды. Қазір біздер гитарада шертіп және ұрып үйренеміз. Шерткен кезде гитарада бізде мына қолдарымыз тұрады. Жаңағы мен айтқандай. Одан кейін бас бармақ, мына оң қол, саусақтары қолымызда бір алма немесе шарик тұрғанда томалақ ұстаймыз. Қолымыз былай. Дәл осылай алып келеміз мына жерге. Бұл жерде біздер бас бармақты 6-шы струнаға қоямыз. Қазір біздер алтылық перебор үйренеміз. Бірінші мен қалай ойнау керегін көрсетем, сосын үйреніп бастаймыз. Бас бармақты 6-шы струнаға қоямыз, одан кейін мына бірінші саусақты 3-ші струнаға, екіншіні 2-ге, 3-ші саусақты 1-ші струнаға қоямыз. Бас бармақпен ойнаған кезде сырт жағымен ойнаймыз. Сырт жағымен ойнаймыз. Төменге ұрамыз, одан кейін қайтып келеміз. 1-2, 1-2. Осылай бірнеше рет қайталап жаттыққаннан кейін мына саусақтармен жұмыс істеп бастаймыз. Бұл жерде біздер струналарды ойнаған кезде мыналар кіргізбейміз ішке қарай былай. Ол қате. Саусақтың ұшын ғана тегіземіз, ұштарын ғана қоямыз. Және жоғары ойнаған кезде струналарда қолдарымыз қозғалмайды былай. Мысалы былай. Былай ойнаған қате. Ойнаған кезде біздер былай ішке қарай тартамыз. 5, 2, 1, 3, 2, 1. Немесе керісінше 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қазір біздер алтылық переборды үйренеміз. Бұл былай. 6, 3, 2, 1, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Бұнда көріп тұрғанда мен алтыны қайтадан әкеліп қоям орнына. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Бұл алтылық перебор. Енді біз осы переборды күрделі қыламыз. Қазір біз 6-ды ойнадық, одан кейін 5-ке түсеміз, сосын 4-ке түсеміз, қайтадан көтерілеміз. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Енді 5-тен бастаймыз. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Сосын 4-тен бастаймыз. 4, 2, қайтадан 5, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Осылай. Осы мен айтқан переборды қайталап ойнай берсеңіз, көп рет уже алдағы уақытта перебор үйрену қиын болмайды. Келесі, ұрып үйренеміз. Ұрған кезде біздер былай, мен жауып қоям, былай, заглушка жасап. Мына жақта саусақтардың тырнақтары төмен ұрады. 4 саусақтың тырнағы төмен ұрады. Потом бас бармақтың тырнағы жоғары ұрады. То есть төменге, потом жоғарыға, төменге, жоғарыға, төменге, жоғарыға, төменге, жоғарыға. Мен қазір сіздерге 4 қағысты көрсетем.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Иә. Біреулер бұлай ойнайды қағысты. Осылай, бас бармақпен. Бұл қате деп саналмайды, бірақ та сіздер күрделі шығармалар ойнаған кезде, мысалы, испанский осындай бір нәрсе ойнаған кезде кедергі болады. Мынаған көшу қиын болады. Солай. Так, енді жаңағы төрттік қағысты біздер глушкамен үйренеміз. Ол үшін мен қазір EM аккордын ұстаймын. EM-ді мына 4 пен 5-ке қоямыз. Екінші латта төрттік қағысты глушкамен үйренеміз. Жалпы глушканы қалай ойнаймыз? Ойнаған кезде біздер глушканы төменге ұрғандай боламыз. Міне. Даже ұрамыз төменге. И мынаны жоқ қаламыз. Кішкене ішке қарай жүреді. Осылай. То есть былай болады. Төмен, жоғары, глушка. Мынаумен жоқ қаламыз. Ұрдық и жоқ қалдық. Резко. 1, 2, 3, 4. Мынау төмен қарап тұрады. И жоғары қаламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Иә, осылай. 10 қолға тағы бір жаттығу. Бұл мынады былай ойнау. 2 саусақпен кезек ойнап үйрену. Бұл жерде біздер бірінші бас бармақты қоямыз 6-шы струнаға. Мында бірінші струнаға бірінші және екінші саусақпен кезек ойнап үйренеміз. Міне 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Қолымыз қозғалмайды, орнында тұрады оң қолымыз. Тек қана саусақ. Міне 1, 2, 1, 2. Осылай струналарға көтере береміз. 2-ге барамыз, потом 3-ге барамыз, 4-ге, 5 и 6. Осылай ойнап үйрену керек. Келесі мәселе бұл сол қолдың қойылымы. Біздер сол қолды қойып бастамастан бұрын ең бірінші мынандай замок жасаймыз. Бастап үйренгенде әрине мынандай замок жасаймыз. Иә, то есть мына қоямыз бір-біріне, былай істейміз де бас бармақты бір-біріне тигіземіз. И дәл осы қалпында сақтап қаламыз да осы күйде. И мына жерге алып келеміз. Гитараның бас бармақтың мойнына былай қоямыз. Мойнында осылай жүреді ол. Былай, мысалы, үстіне шығару немесе былай жатқызу гитарада қате. Міне, бұл осылай тұрады, осы бағытта. Енді мына жақта саусақтарды қойған кезде бізде мына алақан жатпау керек былай. Бұл қате. Былай ұстап тұрамыз. Осылай ашып қоямыз. Былай ұстаймыз. Енді біз осы саусақтармен латтарда еркін жүру үшін, еркін ойнау үшін жаттығу жасаймыз. Лат дегеніміз бұл мыналар, темірлер. Латты басқан кезде біз саусақтың ұшымен басамыз. Жаңағы арасына орын қалдырамыз. Жатқызбаймыз былай. Ашық қоямыз. Ұшымен басамыз саусақтың. Және темірге жеткіземіз. Максимально жақын ұстаймыз. Үстінен баспаймыз. Үстіңгі жағынан басамыз. Енді біздер қазір хроматизм деген жаттығу жасаймыз. Хроматизм деген бірінен соң бірі кезек басу. Латты. Ол үшін біздер 1, 2, 3, 4 деп басамыз. Сосын мына жақта бағана көрсеткен жаттығумен бірге жасаймыз. То есть бірінші латты біз бірінші саусақпен, екінші латты екіншімен, үшті бірмен ойнаймыз, қайтадан 4-ті 2-мен ойнаймыз. 1, 2, 3, 4. Одан кейін екінші струнаға көтерілеміз. Дәл осылай. Екінші струнаға көтерілгенде кішкене қиындау болатыны. Бірінші струнаға тимеу керек, жатпау керек бай. Ұшымен басамыз. Сосын тексереміз. Бірінші струнада дыбысы шығып тұрса, онда жақсы. И бастаймыз. 1, 2, 3, 4. И бірінші струнаға тексереміз, дыбыс шығып тұр. Жақсы. Келесі үшінші латқа барамыз, үшінші струнаға барамыз. Дәл осылай. 1, 2, 3, 4. Екінші струнаға тексереміз, дыбысы шығып тұр. Келесіге барамыз. 4-ші струна. 1, 2, 3, 4. И ұзын 5-ке. 5. И 6. Осын жасаймыз. И осын жасай береміз, асықпай, и мынандай жылдамдыққа жету керек.
кейін қайтадан түссеңіз болады керісінше. Егер де мына жаттығуды осындай жылдамдықта ойнай алатын болса, онда құттықтаймын. Келесі мәселе бұл аккордтар. Аккордтардың екі түрі болады. Біреуі бұл ашық аккордтар. Ашық не үшін ашық дейді? Бұнда біздер ашық струналар ойналады. Екіншісі бұл бары, жабық. Осындай аккордтарды барыны жабық аккордтар деп айтады. Так, біздер ашық аккордтардан бастаймыз. Оңай аккордтардан. Негізі қай аккордтардан бастаған дұрыс? Бірінші С, АМ, потом ЕМ деген аккордтардан бастаған дұрыс үйреніп. Өйткені бұлар жақын орналасқан және тез ауысуға болады. Қиын емес. Так, енді бастайық. С аккордын ұстау үшін біздер бірінші саусақты екінші струна бірінші латқа қоямыз, одан кейін екінші саусақты төртінші струна екінші латқа қоямыз, үшінші саусақты бесінші струна үшінші латқа қоямыз. И қараймыз, мұна не бұлай жатпау керек саусақтар. Бұлай жатса бұл қате деген сөз. Ашамыз, бұлай көтереміз, мұна арасын ашамыз, алақанның арасы. И төменге бір рет ұрамыз. Егер де осындай дыбыс шықса, онда бәрі дұрыс. Егер де кішкене дыбысы шықпай, осылай болып жатса, онда қателік мына жерде. Соның бәрін қараймыз. Әрбір струнаны бір-бірлеп бүйтіп ойнап шығу керек. Қай струнаны дыбыс шықпай тұр. Егер де дыбыс шықпаса, мына саусақ көрші струнаға тиіп тұр деген сөз. Солардың бәрін дұрыстағаннан кейін келесі аккордқа барамыз. Міне С. Одан кейін АМға бару үшін біз жай ғана мына үшінші саусақты екінші латқа келеміз. Үшінші струнаға келеміз. То есть, мына жерде тұрдық біздер С, АМға мұтлаға келеміз. Келесі аккорд ЕМ. Бұны біз былай ойнаймыз. Осы жерден біз бір струнаға көтереміз. Әрбір саусақта мұна 2-де тұр, мұна 4-де тұр, 3-де тұр. 4-ті 5-ке көтереміз, 3-ті 4-ке көтереміз. Ал екінші струнаны алып тастаймыз. Тек қана екі саусақ қана барсын. ЕМ аккорды. Сонда С аккорды, потом АМ аккорды, сосын ЕМ аккорды. Және басында үйренген қағыспен ойнауға болады, 4 қағыспен. Төмен, жоғары, жоғары, потом АМ, төмен, жоғары, жоғары, потом ЕМ қарамыз. 2, 3, 4. ЕМға 2 рет ойнайық. 1, 2, 3, 4. И қайтадан. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Потом 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Достар, бүгінгі сабақ түсінікті және ұнаған болса, тіркеліп кетуді және де лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта көріскенше.